Баршаңызға сәлем достар. Тігін және қолөнер каналына қош келдіңіздер. Каналымызда көптеген құрақ түрлері бар. Қарап шығыңыздар. Видео ұнаса әрі қарай көріп, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүгін сіздермен шешен құрағы немесе погон құрағының тігілу жолымен бөлісемін. Бізге қажет шыт немесе бөз матамыз және екі түсті ленталарымыз. Бұл ленталарымыздың ені 2,5 см. Ал шыт матамыздың ұзындығы 18 см, ені 9 см. Алдыңғы құрақтарымыздың өлшемі 18 см болғандықтан, сол 18 см құрағымыздың жартысын аламыз. Егер сіздердің құрақтарыңыздың өлшемі 15-16 см болса, онда ұзындығы 15 см, ені 7,5 см немесе 8 см болады. Ал енді біз құрағымызды шыт матаның оң жағынан бастаймыз. Лентамыздың түгі жоғары қарап тұру керек. Лентамызды тігіп болдық. Енді шыт матамызды бір айналдырып, лентамыздың түгі төмен қарап тұрады. Енді әрі қарай кезектестіріп, түстерді үйлестіріп, тігіп шығамыз. Алдағы уақыттарда осы құралған құрақтардан көрпе немесе жастықтар тігіп үйренетін боламыз. Сондықтан видео сабақтарымыз әрі қарай күрделене түседі. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Тігін және қолөнер каналынан алыстамаңыз. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше.